Армысыздар, құрметті көрермендер, бұл біздің ауыл трип жобасының бастамасы. Аудандық кітапхананың бастауымен, Жалын жастар орталығының және ішкі саясат бөлімінің қолдауымен бізде Аққулы ауданының көрікті жерлері, ауылдарын аралау басталды. Бұл біздің алғашқы саяхатымыз. Бүгін біз мына жақта Майқарағай ауылына келіп отырмыз. Бұл ауыл жасыл орманның желегінде орналасқан керемет табиғи сұлулығымен белгілі ауыл. Ал ендеше кеттік. Бәріміз бірге саяхаттайық. Ал біз қазір Майқарағай ауылының орман шаруашылығына келіп қалдық. Бұл Ертіс орманы орман резерватының Бесқарағай филиалының Майқарағай орман шаруашылығы. Жүріңіздер, ішіне кіріп көрейік. Майги тракторист. Тракторист, куда только не лезет. Есіктен бұлашуға. Майгүл Ерланына өрт сөндіру көлігіне кіріп көрейін деп жатыр. Өрт сөндіруге барасыз. Өрт болмай қайсан қадыруға барып. Иә, әмин. Қазір біз Майқарағай орман шаруашылығы орталығында тұрмыз. Әр жұмыстың өзінің қиындығы бар. Қазіргі таңда мен форма киіп жетім. Форманы өте жылдам кию керек екен. Мен қазір пысықтап кеттім. Рахмет. Welcome to Кадырова. Біз қазіргі таңда ЗИЛ 131 машинада тұрмыз. Бұл көненің көзі, орман өртінен сақтайтын мықты машиналардың бірі. Мынау станция. Қазір барлық жерде өрт болған жағдайда осы станциямен жауап алып, жауап қайтаратын болады. Мынау жақ автокөлігі 2025 жылы сәуір айында берілген. Мынау енді бұл өртке моторщик өртке қарсы су шашады. Көрсетуге болады сіздерге. Арнайы моторчик завод келмеді. Мынау су шашады. Мынау өрт сөндіру бригадасының қызметкерлеріне арқасына тағып алады, арқасына тағып осы қалпында көріңіздер. Су шашылады. Тағы да мында хлопушкасы бар. Дружбасы бар, хлопушка бар, жанын ашайық, жанында бар. 300 литр суы бар. Балта, күрек. Керек жарақ нәрселер. Астында бөшке тұр, 300 литр су шашады. Хлопушка бар. Арнайы істелген. Өрт сөндіруге қарсы істелген ғой бұлар. Мына күректер редактор 92 арнайы өрт сөндіруге берілді. Бізге 2025 жылы сәуір айында алдық. Бұл жаңа трактор. Мынау өрт сөндіру мынаны тіркеледі. Дисковый деймін. Мынау құм шашады бізге. Мынау 2-3 метр жерге құм лақтырады. Біз қазір техниканың
Бірге бір жатыр. Қарағай орманшылығының өрт бақылау бекетінің мұнарасы биіктігі 36 метр, яғни 8 қабатты үйдің биіктігіне бірдей екен. Көтеріліп көруге тырыстық, бірақ 3 қабаттан аса міне алмадық, өйткені өте қиын екен. Осында жұмыс жасайтын үстінде тұрған адам әйел адам. Жүрегіне, қажырлығына тәнті болдым. Менімен барасың ба, куә боп өмірдің ағын мен қарасына, бірге бар бірде жоқ, сабылып қалың адам жүреді тынымсыз бәсеке арасында. Ауылға жүру десем, менімен барасың ба. Камера тұр. Көріп тұр қарайтып. Бүкіл нәрсені көретін. Ана немен табақпен өтеді екен, не? Ешқандай свет керек жоқ, соны шешесін. Арасына, бірге бар бірде жоқ, сабылып қалың адам жүреді тынымсыз бәсеке арасында. Толқындай тулаған тынымсыз күндерім ай, сынаптай сырғып жатқан мазасыз түндерім ай, сағым боп көрінді алыстан мұнарланып, өзіңе жете алмай адасып жүргенім ай. Ауыл туралы ең алғашқы әсер бұл тыныштық. Ендеше ауыл туралы мағлұматты жергілікті ауыл тұрғындарынан бірге білейік. Сәлеметсіз бе, Бақыт апа? Қалыңыз қалай? Сәлеметсіз, шүкір қызым, шүкір, Алла деп отырып жатқан жағдайымыз бар ғой. Хал қуатыңыз, денсаулығыңыз жақсы ма? Шүкір, Алла деп. Енді біз мына аудандық кітапхананың бастауымен бір жоба бастап жатырмыз. Ауыл трip деген, осы Аққулы ауданының ауылдарына шығып, сол ауылдың тұрғысымен танысып, сол ауыл туралы біраз фильм түсірейік деген ниетіміз бар. Соның бастамасы ретінде осы сіздердің керемет әдемі ауылдарыңызға келіп қалдық. Жасыл желек орманның бойында орналасқан, Нуғарағайдың бойында орналасқан. Енді осы ауыл туралы сізден біраз білсек деп едік. Осы ауылдың тумасысыз ба, бұл ауыл қай кезде құрылған екен деп тарихын айтып берсеңіз. Жақсы. Енді мен дәл осы Майғарғайдың тумасы емес, бұны көрші Қортауылының қызымын. Негізі Майғарғайға келін болып түстім 70-ші жылдары. Мен содан бергі көргенім бар, үлкендерден естігенім бар деген сияқты. Бұл енді Майғарғай деген жер, мына 1941 жылы соғыс басталғанша, мына ескі Майғарғай, жаңа Майғарғайдың орнында кішкене ғана әртел болған деседі. Енді ол мына бара келе ағаш өңдейтін комбинатқа айналады. Енді одан кейін мына 57-ші жылдары мына көрші ауылымыз Бесқарағайға қосылғанша, бұл өз алдына жеке шаруашылық болған дейді. Енді одан кейін мына 61-ші жылдары мына 5 колхоз болып бөлініп, мына Майқарағайдың орталығы ашылған. Бұл 5 колхозға кіретіні Жабағылы бар, Сарыөзек бар, Қазантай бар, мына Жаңауыл бар, көрші ауыл, Шоқтал бар. Осы 5 колхоз бөлек шығып, мына Майқарағай совхозы құрылып отыр. Осы қазіргі міне Майқарағайымыз. Енді бұның бірінші директоры болып Аубакиров Хасен ағамыз болды. Енді ол кісі де біраз жұмыс істеді, бір белгілі себептерменен ол кісі өз еркіменен жұмыстан кетті. Одан кейін мына Майқарағайға директор болып Алимгазин ағамыз директор болып келді. Сол енді ол кісі директорлікте бұнда енді ең көп істеген сол осы Ауғанбай ағамыз. Ол кісі 19 жыл осы бір салада ғана еңбек етіп кетті. Енді одан кейін әрине әкімдер болды. Ол енді айта берсек Зекен ағамыз келді, одан кейін Қибат ағамыз келді. Осы ауылдың тумасы Қайрат бауырымыз болды. Одан кейін осы ауылдың тұрғыны Серғазы болды. Енді одан кейін айтайын дегенім мына қазіргі біздің әкіміміз ол кісі туралы да көп нәрсе айтқымыз келеді. Ол кісі де 8 жыл бұнда әкімшілік құрды, өте жақсы жұмыс істеді. Енді мына жанындағы ақсақалдармен қосылып, міне бірінші мешіт салынды. Бұл енді намазхана деп аталынады, енді мешіт деуімізге де болады. Одан қала берсе, мына жерге міне балалар алаңы салынды. Одан қала берсе, біздің мына
зират дейміз енді, соның бүкіл қоршаған осы кісі. Енді әрине жанында ауылдың ақсақалдары болды. Одан қала берсем, міне балалардың ойын алаңы бар, бұл жерде өздерің қарап көріп отырсыңдар. Мінекей сондай жұмыс істеген кісі, бұл кісі де енді өзінің мәресіне жетіп, бір жақсы атағымен жұмыстан кетіп, қазір енді әкіміміз жаңа әкім қайтадан. Енді одан қала берсе айтайын дегенім тағы Майқарағай туралы, бұл жер тек қана орман шаруашылығымен айналысқан жер емес. Бұл кісілер бұл жерде асыл тұқымды ақбас мал шаруашылығымен айналысқан жер. Одан қала берсе қой шаруашылығы да болды, жылқы шаруашылығы да болды. Енді қазір мына асыл тұқымды мал шаруашылығын әрі қарай өрбітіп отырған Кенесары шаруашылық қожалығы осы ақбас малды әрі қарай өрбітіп өсіріп отқан жас буын дейміз ғой, енді солардың сондай жағдайы бар. Сондықтан біздің Майқарағайымыз қазірде мінекей әлі өсіп өрбу үстінде деп айта аламыз. Әңгімеңізге үлкен рахмет. Айтып кеткеніңізде жаңа ауылға кіреберістен байқалып тұр, үлкен ауқымды жұмыстары жасалғаны, бірден көзімізге сол жаңа намазхана көрінді. Ол әрине әрбір ауылда керек нәрсе. Сондықтан біз бұл үшін өте қуаныштымыз. 11 жылдық мектеп бар онда? 11 жылдық. Порттан, Шоқталдан неден оқыды. Кезінде біз оқыған кезде бұнда Майқарағай дегені бар ғой, бұл енді адам айтса сенгісіз, қазіргі балаларға айтып отырғанда, мен бір ертек айтып отырғанда елестейді балаларға. Өйткені біздің орталықта кез келген бір районның кемшілігі болған жоқ қой бұл жердің. Сол кезде елде болмаған асфальт жол орталықта біздің Майқарағайда болды. 3 қабатты мектеп біздің Майқарағайда болды. 2 қабатты бала бақшасы біздің Майқарағайда болды. Орталықтағы енді гастроном дейміз, енді біздің барлығы орысша болды ғой енді. Гастроном үлкен магазин енді дүкен болды. Дүкеннің бір жағы сол дүкен болды да, мына зданияның бір жағы. Енді бергі бір жақ бөлігінде астыңғы жағында шаштараз болды, астыңғы жағында киім ательесі болды. Енді оның үстіңгі қабатында кісілер жататын ендігі демалатын қалады. Қонағы болды. Енді бір 5 магазин, 5 дүкен болды бұл Майқарағайда. Оның біреуінде ең кішірегінде бұл сутка бойында істейтін қалай еді енді? Тәулік бойы істейтін магазинде болды бұнда. Сонда қазіргі енді балаларға айтып отырғанымызды бұның бәрі бір ертегі сияқты, бірақ осының барлығы болды. Үлкен ауруханамыз болды. Бұл аурухана енді бұның ішінде хирургия да болды, бұның ішінде роддом да болды, бұның ішінде массаж жасайтын жер де болды, бұның ішінде процедуралар өз алдында енді сондай болды. Және бұл енді аурухананың алдында бөлек амбулаториясы болды. Бұның ішінде енді дәрігерлер бөлек отыратын жер, біздің енді ауруханамыздың жағдайы осындай болды. Одан қалай берсе, үлкен наубайханамыз болды. Бүкіл 5 отделение дейміз, енді 5 бөлімше ғой енді. Осының барлығы мінекей жаңа ғана салынған нанның барлығын сол күнделікті осы біздің наубайханадан әкетіп отыратын болды. Сондай жер болды. Үлкен аптекамыз болды, дәріхана дейміз. Одан қалай берсе енді сенсебеттің үлкен конторы болды. Бұл жерде енді осының барлығы болған жер енді. Бірақ дегенмен де енді мына бір кішкене ауытқу заманы болғаннан кейін, бірақ қайтадан жанданып, қайтадан тіріліп, енді кейінгі әкімдердің арқасында қайтадан қатарға қосылып келе жатқан жағдайымыз бар балалар. Бұл үлкен қуантарлық жағдай, осы ауылдардың қайтадан өсіп, өрбіп дамуы, өйткені адамның бәрі көбісі ауылдан шыққан ғой. Ауыл деген ол нағыз палуандарды, нағыз ғалымдарды, нағыз мықты адамдарды дайындайтын, өсіретін жер. Енді біздің мектебімізден де, Аллаға шүкір, мектебімізден де жылма-жыл оқуға түсетін балалардың қатары өте көп. Біздің мектебіміздің енді ұстаздарымыздың сауаттылығы сондай шығар енді. Сол біздің мектебімізден жылма-жыл 11 бітіріп жатқан балалардың түгелі дерлік оқуға түсіп жатыр десем артық айтқаным емес. Білім сапасының жоғарылығы деген ойым өзімнің. Біздің Майқарағайымыз 4 ұлттан құралған жер болды. Қазақ, орыс, неміс, шешен. Шешен халқы ескі Майқарағайда тұрды көбіне. Дегенмен осы 4 ұлттан құралған жер болса да, бір анадан туғандай өте тату тәтті өмір сүрдік. Осы бір мектептен осы 4
ұлттың балаларының барлығы бір кісінің баласындай осы біздің мектебімізден шығып жоғарғы оқу орындарының барлығына түсіп жатқан осы 4 ұлттың балалары. Қазір енді әрқайсысы шашылып, әр жерде үлкен бір мамандық иелері болып отыр деп айта аламын. Ауылдық жердің де өзінің мәдени өмірі бар. Ол да күн сайын қызу дайындық үстінде болатын өмір. Ендеше жүріңіздер Майқарағай ауылының мәдени өмірімен бірге танысайық. Майқарағай ауылының мәдени қазынасы әжелер тобының қасында тұрмын. Жалпы өздеріңіздің топтарыңыз жайлы айтып кетсеңіздер. Енді тобымыз туралы айтатын болсақ, біз әуелгіде құралғанда біздің құрамымызда 10 әже болдық. Енді одан кейін ол енді жылдарменен адамдардың қалаға кеткені бар деген сияқты азайып жатсақ та, бірақ біз құрғанымыз жоқ, біз қайтадан өсіп жатырмыз. Өйткені келіп жатқан ағайындардың ішінен де әжелеріміз қосылып жатыр бізге. Керемет. Жалпы өздеріңіздің әндеріңіз жайлы айта кетсеңіздер, қандай тақырыптағы әндерді айтасыздар? Біз ауыл туралы ән айтамыз, орысша да, қазақша да. Ауыл туралы, халық туралы әндеріңіз бар, е? Керемет. Қазір акапелла орындап бере аласыздар ма? Ауылым дегенде онда айтып берсеңіздер. Жүліндей жайнап асырса бойлап, еркелеп өскен ауылым. Биыл 2025 жыл жұмысшы мамандықтар жылы болып жарияланғандықтан, осы ауылдың ары қарай өсіп өнуіне, дамуына үлес қосып жүрген осы ауылдың тұрғындарымен сұхбат жүргізейік. Жүріңіздер. Сәлеметсіз ба, Бүркітбай Биболатұлы? Сәлеметсіз. Біздің мини-фильмімізге қош келіпсіз. Сізден осы бір ауыл тынысы жайлы, өзіңіздің жұмысыңыз жайлы білейік дегенбіз. Енді мен негізі 10-шы класты 78 жылы бітірдім, 1978 жылы. Содан бастап осы Майқарағай пілем соқасында жұмыс істедім. Бұрындары одан кейін не болғаннан кейін, Союздық құлағаннан кейін өзіме жұмыс істедім, КХ ашып. Содан 2007 жылдан бастап ертіс орманында жұмысқа кірдім. 2007 жылы личник болып кірдім, содан 2008-ден личничий болдым, содан 17 жыл істеп, былтыр пенсияға шықтым. Осы орман шаруашылығындағы жұмыстың біраз қыр-сырын айтып кетсеңіз, қандай қиыншылықтары бар, қандай қызықтары бар, қандай ой есіңізде қалған бір қызықты оқиғалар осы сонымен бөліссеңіз. Енді оқиғалар толып отыр ғой, енді оны айта алмаймын, айтпаймын да. Кейбіреуін ұнайды, кейбіреуін ұнамайды. Жұмыс енді орманды қорғау, орманды өсіру, көктемде күздігіне көшеттер егеміз, жаздыгүні өрттен қорғаймыз. Жұмысымды осы жақсы, енді үкімет техника беріп отыр жаңадан, ақшаны көбейтті, зарплатары жақсы лесниктардың. Істеуге болады, істеу керек, осындай енді қарағай өсіру керек. Бұл бізге ауа береді, суды тартып тұр, былайша айтқанда. Ауылда дегенде мен ауа таза, қарағай өсіп тұр. Шөп, көкпен көздерін көріп тұрсыңдар. Қандай жақсы? Иә, шынымен де ауылдың несі, табиғаты өте керемет екен. Керемет, жақсы. Таза ауа ғой қайтса да. Денсаулыққа жақсы. Қазір міне жол жақсы, асфальт салынды, Аллаға шүкір. Жол қатынасы жақсы. Қай жерге барам десе де қаланың өзіне 1,5 сағатта жетіп жатыр. Сондықтан жақсы жер. 19.785 гектар жер бар. Соның түгелі қарағай емес, оның ішінде ашық алаңдар бар. Сонда шаруа қожалықтары, жай азаматтар рұқсатпен билет алып шөп шабады.
малдарына. Мысалы сіз осы орман шаруашылығында жұмыс істеп зейнетке шықсаңыз да өз ізіңізді жалғастырып келе жатқан ұлыңыз, яғни бұл династия болып жалғастырып келе жатсыздар иә бұл істі. Сол туралы айтып кетсеңіз. Енді Нұрбол деген есім, Нұрбол есімді ұлым бар, кіші. Сол бала қазір жұмыс істеп жүр осында, мемлекеттік инспектор болып, осы Майқарағай орманшылығында. Иә, сіздің ізіңізді басып келе жатыр ма? Біздің ізімізді басып бағанаға. Істеп жатыр осындай. Жақсы. Аллаға шүкір. Мешітке жолға шықтық. Мына біздегі 60 жылғы пошта екен Майқарағай ауылындағы. Надан ашылған намазханаға бара жатырмыз. Ал қазір біз сіздермен осы Майқарағай ауылының мешіті немесе намазханасын келіп көреміз. Жүріңіздер. Қазіргі таңда бізде әйелдер бөлмесі бар. Осында келіп әйелдер намаздарын оқиды. Көріп тұрғансыздай мына үстелдерді, дөңгелек үстелді Майқарағай мешіті ашылған кезде Жақалының азаматы Абай сол кісіге бізде сыйлап айтты. Бір кезде құтты қоныс болған бұл мекен қазір үнсіздікке толы. Бұл ескі Майқарағай. Қазір бұл жер иесіз қалғанымен әр адамның жадында қалған ұлы мекен. Қайда жүрсем естен кетпейсің, көңілімде менің көктейсің. Бір жалын бар бойда сен жаққан, жүрегімде мәңгі өшпейтін. Жайлау жасыл жайқалып жатыр әйгілі Алатауымнан. Гүліндей жайнап асырса ойнап еркелеп өскен ауылым. Гүліндей жайнап асырса ойнап еркелеп өскен ауылым.